Біздің заманымызға шейінгі 3 ғасыр. Алтай тауларынан Каспийге шейін, солтүстіктегі Орал тауларынан оңтүстіктегі Алатауға шейін, Балқаш пен Арал мұхитына шейін, осы екі ортаны түгел жайлап жатқан сол кезінде ғұн тайпалар болды. Олардың көршілері сақтар, үйсіндер, басқа да халықтар болды. Сол кезінде 3 ғасырдың ортасына қарай Тұман Қаған үкіметтің басына келеді. Ол кезінде қағандарды Тәңірқұт деп атаған. Тәңірқұт бұл көк аспанның құдайы, Тәңірдің өзінің сондай жақсы көретін жерге жіберген, соның келісімен тағайындалған хан деп аталды. Оны әрине халық ақ текеметке отырғызып, көтеріп, оны Тәңірқұт айтады. Алдың кезінде Тұман Қаған, или Тәңірқұт деп айтамыз. Ол күллі өзінің елін басын біріктіре алды. Жан жағындағы халықтарды маңына жинады. Сол кезде жер маңы сыртында облыстар оған бағынып тұрды. Ол кезінде ғұндардың шаруашылығы да жақсы болды, материальный жағынан. Ал енді мынау мәдениетке келетін болсақ, мәдениеті өзі жоғары болды. Оны дәлелдейтін мынау археолог қазбаларда табылған текеметтер, кілемдер, тұсқа ілетін кілемдер, темірден жасаған заттар, алтыннан жасаған кәдімгі әшекейлер, ол кезінде егінді екті, мынау аттың саймандары, осылардың бәрі көрсетті. Олардың өте жоғары мәдениетін болған. Ол кезде заман тиыш жұрт жайлауға шығады, одан қыстауға қайтады. Ғұндар түрік тілес тайпалар. Олардың негізгі ұстаған салт дәстүрлері қазіргі біздің қазақтың салт дәстүрлеріне келеді. И қазақтың қазіргі салт дәстүрлері ғұндардың салт дәстүрлеріне келеді деп айтуға болады. Бұлар Наурыз мейрамын тойлады. Біз де қазір Наурыз мейрамын тойлаймыз. Ол Наурыз айында көктем жаңа шығып келген уақытында, жерге көк пайда болған уақытында, сол кезінде жұрт тойлайды. Одан кейін күзді күні жайлаудан қайтқан уақытында, қыстауға мал семірген уақытында, соғым басталған уақытында, ол кезінде тағы да құрылтай тойы басталады. Құрылтайдың уақытында адамдар жарты жылда бірін-бірі көрмеген, сондай шүйірісіп, бірімен-бірі кездесіп, біріне-бірі қонаққа, бірін-бірі шақыру деген сияқты. Одан кейін барып үлкен адамдар отырып бір жерде сондай келісімдерге келеді, әртүрлі мәселелерді шешеді деген сияқты. Сондықтан мынау ғұндардың жерге мынау бидай еккен, оны мынау торғайдың жерінен де көруге болады. Торғайда мынау космостан қараған уақытында бұрынғы қазған арықтардың іздері прямо көрініп тұрады. Соған қараған уақытында ғұндар кезінде олар
мынау суарма немен айналысқан. Егін егу мүмкін, бақшада салулар мүмкін. Сондықтан бұларды тек қана көшіп жүрген халық деп айтуға болмайды. Бұлар жартылай жерге, жартылай көшпенді, жартылай яғни отырықшы халық деп айтуға болады. Сосын тағы бір айта кететін халықтың арасындағы ол дәстүр, бұл әмінгерлік. Егер мысалы ағайындардың біреу қайтыс болатын болса, не ағасы, не інісі, олардың әйелін не оның ағасы, не інісі үйлену керек. Өйткені балаларды басқа жаққа жіберуге болмайды. Егер сондай жағында әмінгерлік дәстүрмен егер жаңағы әйелді екінші, үшінші әйел қылып алатын болса, онда балалар өздерінің қолдарына қалады. Балалар жетім болмайды, өздерінің тайпаларынан басқа ешқайда кетпейді деген сөз. Ол көп уақытқа шейін әмінгерлік келді, бізде болды, қазақта да болды. Осы міне мынау 20-шы ғасырға шейін ол бізде болды. Кейін кезде әрине ол уже қазір жоқтың қасы деп айтуға болады. Енді қытайлықтар ғұндардың жақсы тұрғанын өте жақтырған жоқ. Өйткені ғұндар түріктес тайпалар жиі Қытайдың жеріне шабуыл жасап тұрды. Олардың малдарын тартып кетіп отырды, адамдарын алып кетіп отырды. Сондықтан қытайлар бұлардан қалай құтылатынын білмеді. Олар сондықтан неше түрлі әдіс қолданды. Олардың біреуі, бір әдісі, ол өздерінің адамдарын жіберіп, тыңшылары дейміз бе, енді сол күнде енді тыңшы деп айтуға болады. Әрбір рулардың арасынан жаңағыдай өсек жіберіп, біріне-біріне қарсы қойып, араларынан сондай ұрыс керіс, кейбіреулері мүмкін соғысқа шейін айналып кетуі мүмкін. Сондай әдістерді қолданды. Соның арқасында ғұн мемлекеті Тұман қағанның уақытындағы Тәңірқұт деп аталды. Сол кезінде егер сол үлкен күшті мемлекет болып тұрған уақытында, оны жағындай әдіспен қытайлықтар араларына іріткі жіберіп, оларды бірмен соғыстырып, соның салдарынан мысалы кейінгі кезінде Тұман қағанның басқарған үкіметі ыдырай бастады. Олар 54 хандыққа бөлініп кетті. 54 хандық. Ол не деген сөз? Ол уже бір мемлекет емес. Ол уже 54 мемлекет. Біріне-бірі бағынбайтын, бірмен-бірі соғысатын. Міне сондай жағдайға шейін қытайлықтар апарды. Өздерінің жағындай саясатымен. Жағы ғұн тайпаларының арасына іріткі жасап, бірмен-бірін ұрыстырып, қағыстырып, соғыстырып, бір отырған үлкен мемлекетті таратуға шейін апарды. Екінші олардың тәсілдері, ол өздерінің қыздарын жағы ғұндардың қағандарына, сұлтандарына, хандарына берді. Ондағы мақсат, олардан туған балалар ертең қытайлықтарға нағашы ретінде қарайды. Оларға Қытай уже жау емес, оларға қытайлар нағашы. Сондықтан ол балалар баратта екі жаққа не бірдей болады, әйтпесе тіпті нағашы жағына шығып кетуі мүмкін. Міне осындай саясатпен олардың қыздары, көп қыздар сол мынау ғұндардың басшыларына, қағандарына, сұлтандарына, хандарына тұрмысқа шықты. Міне осындай саясат қазір біздің заманымызға да болып жатыр, байқасаңыз.
Қазір Қазақстанда Қытайлар келіп қазақтың қыздарын алып жатыр. Қырғыздың қыздарын алып жатыр. Соның арқасында олар өздері не болмаса олардың балалары қазақтың не қырғыздың азаматтығын алып жатыр. Сол арқылы ертең олар біздің жерімізге таласуы мүмкін. Қытай деген халық өте көп, қазақ, қырғыз аз. Біздің жеріміз көп, халқымыз аз. Вот міне, сол тұман қағанның басына келген жағдай бізге де келуі мүмкін. Бұл да бір мемлекеттің деңгейінде жасайтын саясат. Бұрын неге ондай болмады? Қазір міне сондай нәрселер көбейіп жатыр. Содан не керек? Тұман қаған өзінің мемлекетін таратып алды. Әсер етіп алды. Әскерін азайтып алды. Ал зато Қытайдың Цин Шишуан патшасы ол өзінің әскерін 100 000 әскерді мынау ұлы Қытайдың несі дейді қорғаны, қамалы содан шығып бұларға бас салды. Әрине, ондай күш уже өзінде Тұман ханда болған жоқ. Ол қарсылық көрсете алмады. Соның нәтижесінен бұларды анау солтүстік тауларға шейін қуды. Соған барып қана тірелді. Солтүстік, ол енді қазір айтуға болар еді, мынау Монғолияның территориясындағы үлкен таулар. Алтайға шейін. Міне осындай жағдайда Тұман хан енді не істерін білмеді. Ал енді оның алған әйелі, екінші әйелі как раз Қытайдың принцессасы. Ол әрине қойында жатып алып, күнде үгіттеп жатады. Сен былай істе, сен былай істе, тем более екеуінің арасынан ұл туды. Бұларға енді жау болған Тұманның бірінші әйелінен туған бала Мөді. Тоқалы күнде құлағын құйып жатыр. Мөдеден құтылу керек. Ол ертең мені өлтіреді, сені өлтіреді, анау баланы өлтіреді. Ол таққа таласады, сондықтан ертерек құтылу керек деп. Енді көрдіңіз бе, Тұман хан қаған. Әуелде ол да үлкен басшы болды. Үлкен әскери басшы болды. Мынау Хунда тайпаларын басын біріктіре алды алтын кезінде. Бірақ өкінішке орай кейінгі кезде жаңағындай Тоқалдың айтқанына көріп, соған сеніп басқа жолмен кетіп қалды. Үкіметін әлсір етіп алды. Әуелде біріктірген тайпалар түгел бөлек-бөлек өз бетінше қан болып кетті. Олар артынан Қытайлардан жеңілдеді. Ал енді ақырғы жағындай өзіне қарсы келеді деген өзінің бірінші әйелден туған үлкен баласы Мөдені Тоқалдың айту бойынша енді оны құрту керек болды. Соны ойланып келіп, оның тапқан әдісі оны көрші Туран еліне аманатқа жібереді. Ол кезде ондай болды. Екі ел бірмен-бір соғыспау үшін балаларын аманатқа береді. Егер сен өзіңнің айтқан сөзіңде тұрмасаң, бірінші болып сенің балаң өледі. Бұл кәдімгі екі елдің арасындағы жағдай соғысты болдырмау жағдайына істеген нәрсе. Екі жақ аманат беріп отырды. Ондай аманаттар мысалы болды, мынау Алтын Орданың уақытында болды. Мынау Алтын Орданың хандары өзінің балаларын аманаттап орыстың князьдеріне берді. Орыстың князьдері балаларын Алтын Орданың хандарына берді алдың кезінде. Содан кейін барып бұл енді елдің тыныштығын сақтау әдісінің біреуі. Сондай дәстүрмен ол барады өзінің баласын Мөдені Туран еліне аманатқа жібереді.
Одан кейін бір жылға жетпей Туран еліне ол шабуыл жасайды. Ондағы мақсаты Туранға берген, аманатқа берген баласы Мөде солардың қолынан қаза табу керек. Олар сразу есімен Тұман ханның оларға соғыс ашқанын білсе, бірінші қаза табады Мөде. Сонда есеппен бұл Туран еліне жорық жасайды. Бірақ Мөде естіп, жаңағыдай соғыс басталайын деп жатқан. Сол күні атты ұрлап қашып шығады. Міне оның өткірлігі. Сол түні қашып шығады, қолға түспей кетеді. Қолға түспегенде әрине ол қаза табады. Содан еліне жетеді. Әкесі таңқалады, қалай сен келдің? Енді оны білдірмейді, бірақ ішінен ойланады. Мынау тағы болмай қалды. Енді оны қалай құрту керек екінші. Барады екінші бір әдіс ойлайды. Ол бала аңға шақырады, бірақ оның аңға бар жатқан жолда әдейі әскерлерін қояды, бір отряд. Солардан өткен уақытында олар оқ ату керек, бірінші оққа ұшу керек Мөде. Бірақ Мөде сезет, әкесінің бір арам ойы бар екен. Сөйтеді өзінің жанындағы жолдастарын жібереді. Барлауға, сендер бар біліңдер, жолда не бар екен деп. Тура айтқандай, жолда жағындай тығылып тұрған әскерді көреді. Барата жағы, соларда тұрған жағы әскерлері соғысып оларды түгел жоқ қылады. Ал енді оны білмеген жағы Тұман қаған баласы басқа көмекшілермен кешетеді ғой. Тура соның тұсына келген уақытында Мөденің жағы қойған әскері садақ оқымен жаудырады. Бірінші боп оқ құшқан Тұман қаған. Одан кейін екінші күн әрине Мөдені Тәңір құт қып сайлайды. Тәңір құт қаған деген сөз. Тәңір құт Тәңірдің өзінің жақсы көретін сыйлаған жердегі адамы. Бірінші өзінің жағы өгей шешесін өлтіреді, Қытайдың принцессіні, оның баласын өлтіреді. Сосын халықтың алдында тұрып айтады: мен әкемді оның тағына таласып өлтірген жоқпын. Мен өлтірдім, өйткені бұл үкіметті сәпсем төмен түсіріп жіберді. Халықты елді ағаздырып жіберді. Батырлардың елін бақша салатын жердегі шаруашылық істейтін адамдардың елін айналдырып жіберді. Сондықтан мен оны өлтірдім дейді. Батырлардың елін құлдардың еліне айналдырған үшін. Әрине жұрт оны түсіне қабылдады. Одан кейін барып Мөденің тарихы басталады. Оны келесі жолы айтамыз.